Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дайындалуы өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын Наполеон тортын дайындаймыз. Алдымен ұнымыздың үстіне сары майды салып екеуін біріктіреміз, яғни крошка жасайтын боламыз. Кейін жұмыртқамыздың үстіне су, тұз, уксусты салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Дайын болған массамызды ұн мен сары майымыздың үстіне салып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ әрі қолымызға жабысуы мүмкін. Уайымдамаңыздар. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке 2-3 сағатқа салып аламыз. Сол уақыт аралығында біздің қамырымыз кішкене қатыңқырайды. Дайын болған қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, 6 немесе 9 бөлікке бөліп, үстіне ұнымызды сеуіп отырып, пергамент қағазының үстіне жіңішке қылып жаямыз. Қамырымыздың үстіне формамызды қойып, менде форма диаметрі 22, пышақтың көмегімен кесіп, бетін шанышқының көмегімен тесіп, пешімізді 180 градусқа қыздырып, 5-6 минут аралығында корждарымызды беті қызарғанша пісіреміз. Біздің корждарымыз дайын болды. Шетін кескен артық корждарымызды майдалап, кейін торттарымыздың жан-жағына себетін боламыз. Наполеон тортына қалаған кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Мен 33% сливкемен сахарный пудраны миксерлеп жақтым. Оның орнына өз қалауларыңызша сметанный крем, заварной крем немесе сгущенканың өзін жаға салсаңыздар болады. Тортымыздан кальцоны шешпей, кремімізді жағып болып, дәл осы күйінде кремі сіңу үшін тоңазытқышқа кем дегенде 5-6 сағатқа салып қоямыз. Дайын болған тортымызды тоңазытқыштан шығарып, шетін лопатаның көмегімен бір тегістеп, кейін майдаланған корждарымызды жан-жағына, кейін бетіне сеуіп, өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, қыздар. Біздің тортымыз өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз.